Малинадан банк жауды көрсететін боламын. Видеоны ақырына шейін қараңыз. Банк жаудың лайфхактарымен бөлісетін боламын. Свежий малиналарымыздан алып, мендегі 6 кило. Малиналарымызды дәу ыдысқа салып, 2-3 қайтара жуатын боламыз. Езіп жібермейміз. Шекерді бірге бір салатын боламыз. Менде мына жерде 2 кило, астына 1 килоны салып жіберіп, үстіне 1 килоны салатын боламыз. Таразымен өлшеп алсаңыздар жақсы. Ас үстіне араластырып, езіп жібермейтіндей қылып, 3 сағатқа шекерге қойып, 6 кило шекер, 6 кило малинамызды салып, жай отта бір бұрқ етіп, қайнағаннан кейін өшіріп қойатын боламыз. Суыған кезде екінші рет қайнататын боламыз. Мынау менде екінші қайнауым. Көбігін алып тастайтын боламыз. Екінші ретте 10 минут қана қайнатамыз. Сонымен өшіріп, астын банкымыздың крышкасын алып, 15 минут қайнатып, 1 литр банкілеріңізді осылай булап алсаңыздар болады. Менен лайыққа сіздерге. Малиналарымызды банкімізге құятын боламыз. Крышкасын жауып, закрывашкамен айналдырып, осылай суыған кезде қысқа сақтап қойсаңыздар болады. Парақшам пайдалы, подписка бөліміне тіркеліп, қоңырау шанын басуды ұмытпаңыз. Достарыңызбен бөлісіңіз. Рахмет.